Қашанда денсаулықтарың мықты болсын, сабақтарыңды жақсы оқып, осы оқу жылы бастауы жақсылықпен басталсын. Сондықтан өзіміздің тілімізді ұмытпайық. Осы өз тілдеріңізді жеке меңгерсеңіздер, басқа тілді оқу жеңіл болады. Сондықтан ертең оқып отырып университетке түсесіздер. Соны қайда жүрсеңіздер де ұмытпай жүріңіздер. Тарихымыз жолымыз үшін, өйткені тарихпен тікелей байланысты деп ойлаймыз. Тағы да кім не ойлайды? Тіл, сөйлесу үшін, жақсы сөздер айту үшін керек деп ойлаймын. Тағы да? Әлішер? Менің ойымша тілді ұмытпау керек, өйткені сол тіл ол сенің тарихың және жоғары сыныптар өздерінің ойын айтып жатыр, төменгі сыныпта сендер де қосылыңдар. Ойларың қандай екен? Тілге байланысты ұмытсақ, бізде елді ұмытамыз деп ойлаймын. Сондықтан біз тілді оқыту керекпіз. Яғни өзімізде оқыту керекпіз және басқаларды оқыту керек. Сол кезде елді жоғалмайды. Жақсында өзім айтып көрейін. Жақсы мен балалар ойларым барлығы мысалы жақсы ойлар айтып жатсыңдар. Енді Ахмет Байтұрсынов айтады, оның сөзі жоғалған ұлттың, онда өзі де жоғалады деп. Ол кейін айтылмағанда, мысалы, бұл жай ғана сен қазақ тілін ұмытып кеттің, болды соңында қазақ тілі жоғалып кетті деген сөз емес қой. Қазақ тілі жалпы әлемде соңғы қазақ қалғанша жасайтын тіл ол. Ол тіл бір адаммен де өмір сүре береді, қажет болса. Тек бір адам сол тілді толық меңгерсе болмайды. Сен негізі біз айтамыз мысалы тіл жанашырымыз дейміз, көп кісілер қолданады тіл жанашыры мысалы. Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаны бар. Туған тілде әнім менен сәнім бар. Туған тілім, тіл болудан қалса егер, жүрегімді суырып алыңдар. Кен Абдурахман, Дихан Әбілев, туған тілім, ана тілім. Туған тілім, ана тілім, өз тілім. Туған тілім, баба тілім, өз тілім. Туған тілім, дала тілім, өз тілім. Туған тілім, адам тілім, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаны бар. Туған тілде әнім менен сәні бар. Туған тілде жүрегіңді наныңдар, нан басанда жүрегіңді суырып алыңдар. Бәрекелді, рахмет.